Оқушылар таныс қойыңыздар. Біздің сыныбымызға жаңа оқушы келді. Нұрислам, өзін таныстыр. Саламатсыңдар ма? Мен сенден жаңа сыныптастарың боламын. Айтпақшы, Нұрислам, сен досың Адок емес пе, иә? Иә, Адок менің бала кезінен бірге өскен досым ғой, сол Адок шақырып менің сыныбым ауыссай деп. Адок қалайсың? Жақсы өзің қалайсың? Ей. Адок ана досың немене бәле? Человек-пауктың затын киіп ма? Ей, Человек-пауктың затын Ей, киіп балалар, мазақ қылмаңдар. Дұрыстап танысасыңдар деген үміттемін. Сендер мен мазақтап отырсыңдар ма? Мен мазақтап отырсыңдар ма? Пижамадан киіп алған бала не істеп жүр? Пижамам Кішкентай атак. бала ма? Атак бұл пижамам білесің ба? Сенен қымбат тұрады. Мынау Человек-паук сумкамды көрдің бе, атак? Жоқ қой сендерде бұндай, көре алмай жатсыңдар мен. Кішкентай 5 жасар балаң затын киіп алған ғой мынау. Кетіңдерші Не бар. деп жатыр мынау? Кетіңдерші бар. Мектептің сыныбынан сен күтемісің бе? Күтеміз? Сендер не төбелесін? Апай, мынау мектептің сыртында күтеміз деп қорқытып жатыр мені. Апай, Айтпай. Ей, отырыңдаршы. Сабақ басталды. Болды. атак маған тиісетін болсаңдар апайға айтпадым. Ой, стукать шеше. Пальмон ұстап сен. Адок. Адок. Аудим. Адок, білесің бе, бағана сабақтан келе жатқан кезде ше, мен ана жақтан бір өрмекші көрдім жолдан. Паук кәдімгі. Өліп қалған ба сондай? Оған жолама, оның уы бар ғой. Сабасын естесің. У жоқ, өліп қалған паук екен анау. Қазір сабақ біткен екен көрсетем мақұл, давай. Оқушылар сабақ аяқталды. Үйге қайта берсеңдер болады. Ура! Алақай, бітті оны сабақ ше, мынадай болды. Адок. Ау. Адок бағана айтып отқан өрмекшім бар емес па? Бағана анау магазин бар емес па? Кафе сояқтан көрдім. Кабат көрдік те кеттік сол өрмекшіні. Ой, қумас, вообще көріп керек емес. Ой, не қыласың ол үйге қайта оданша. Нұрис, сен неге бұнда киім киіп келгенсің? Пижамамен келгенсің. Человек-пауктың несімен, сумкасымен келгенсің. Сумкам ба? Хотя бы ақылдаспайсың ба біздің сыныпқа келетін кез? Ақылдаспайсың болғанда. Позор, онша емес па? Тастарым басатын болды ғой. Ема, досың қандай деп. Ема, позор. Қойшы Адок. Әрине ағыл жүретін өзі бар ғой. Нан қарасай? Көтеріліп, нап нормально болып жүр. Нан қарасай? Детский не сатып алдым ғой сумка. Человек-паук. Кеше киноға бардым Человек-пауктың. Сол Человек-пауктан киносынан короче паук көрген ғой. Тура сондай паук көрдім ана жақтан. Прикинь. Оны қолыңа шақтырып жүрме, ол шағып алса сен өлтіріп қояды. Одан Человек-паук болып кетпейсің. Мен саған Человек-паук болып кетем дедім ба? Мен сынымым вообще. Жаңағы екі баланы ұстап алу керек еді. Ғой кетіп бара жатыр. Әне жүріндір ечіктір. Кет. Жүріндір. Екеулерің тоқтаңдар. Человек-паук. Маған айтып ма? Бізге айтып ма? Шақырып отыр Нұрис. Бізге емес. Человек-пауктар. Кетедім сендерге. Кете берейік. Артыңа қарасай Нұрис. Маған емес сияқты. Артыңа қарасай. Жоқ, маған емес. Қара артыңа. Қаны? Че там не болды? Нұрислам қақ кетіп бара жатсың, сен айттың ғой. Мектептен соң кездесеміз деп. Сендер не маған жабылғаның келіп тұр ма? Конкретно сен. Ана маған жаман айттың ғой. Сендер атак, мен досым білмейді екенсіңдер ғой. Адок екеумізге айырып тастаймыз сендер же. Адок берге. Адок? Не жасырын? Бұны айырып тастаймын өзім ақ. Қазір сен айырдың ба мұны айырып? Ақша бердім сен қазір. Жіктер тоқтаңдар. Ақша бердім саған. Адок қашып кеткен ба? Не ғой жіктер, негіз бар ғой. Баған ойнап айтқан ғой негізі. Новый класстас болғаннан кейін әзілдесіп, доспыз ғой біз, жіктер доспыз ғой. Осы без ақша бердім сен. Ақша. Ақшама. Сен қазір. Бол, берем ақша. Бермеймін сендерге ақша. Ұстандар ананы. Давай, кетіңдер бар, бермеймін ақша. Ұстаңдар оны. Осы. Ё-моё, тупикке қаталдым. Бол. Кешіріңдерші, жіктер, бол. Оңбағандар жесе. Досым. Тұра ғой досым, ауырып қалсың ғой досым, ауырып салмай. Не істеп жатсың, Адок? Бетін көгертіп салыпты ғой. Не істеп жатсың өзі? Отырмын ғой саған. Не істеп жатсың? Артыңа қарасай. Артыңа қарасай. Артыңа қарасай. Артыңа қарасай. Артыңа қарасай.
не істеп жатсың деп тұрып ё-моё. тұр досым, ё-моё. Не істеп жатсың, Адук? ауыр екенсің ғой кәдімгідей, ебать. Тоқташы, басым айналып кетті. Жіберші, Адук, жіберші, басым айналып кетті. Денем одан сайын ауырып жібердің ғой. Жай тастасай, арқам одан сайын ауырып жібердің ғой денемді. Адук, сен сатқын екенсің ғой таза. Қумай полиция шақырып келдім ғой. Полиция шақырдық, бірақ полиция шақырдың ғой. Не қашып кеттің сен, айтып едің ғой маған, мектепте бірінші атаманмын деп. Бәрі менен қорқады деп. Біздің сыныпқа ауыс деп. Қой, қашан айттым мен, Қумай, қашан айттым мен, вообще өтірік. Кетші бар сен ана біздің көшедегі қыздарға алдап жүрсің ғой, өтірік. Біздің көшедегі қыздар мен бірінші атаманмын, мықтымын деп қойып. Өтірік екен ғой. Не, пауығың қайда сен, пауығың бар еді ғой. Ренжідім саған, пауық деп қояды, бағана ғана пауық деген өтірік деп атқан еді. Новый сумкам быт шықты, шаң-шаң болып. Досым, досым мен полиция шақырып бердім ғой, досым маған қарап. Кетші бар, вообще, сен таза өтірік шекенсің ғой. Сенбеймен саған мен, таза өтірік атаманмын деп қояды ғой. Осыдан өзіміз осыдан үйге барайын бар ғой, ана Айкаға бәрін айтып беремін, Адоктың айтып жүрген сөздерін бәрі өтірік екен деп. Не істеп жатсың вообще қолыңмен? Жо, айтпай. Тыныш тұршы. Айтпа вообще. Айтпа дейсің ба? Адок жарайды бопты, онда айтпаймын дашы. Барлығын айтамын, короче, сен мектебімде атаман екен ғой, Адок. Мектебім ұстайды екен Адок деп айтамын да барлығына. Бірақ маған айтқан пауыққа барайық онда бірге. Жалғыз барайын десем қорқып тұрмын просто. Пауық дейсің ба? Жақын жерде ма, орман жақта ғой анау. Өліп қалған несесің көріп. Өліп қалған несесің көріп болғанда. Күшті емес па анау, тура Человек-пауықтағыдай пауық анау. Үйде де жүр ғой майда пауықтар, өйтак өлтіріп жүрген. Ой, анау. Пауық үлкен дедің еще. Үлкен ғой енді, анау қалай айтсам болады ма? Күшті пауық көрейікші кеттік. Сосын көргеннен кейін айтасың сосын. Қойшы, пауық. Онда айтып берем кеттім. Айка бәрін айтам, Адок чорт екен мектебімде, соңғы атаман. Барам. Давай жүр онда. Бәсі өйстіп айтсай, давай жүр бол. Ё-моё. Бір жылай бермеш, анау детский дейм. Адок, ананы көтсең бар ғой. Алыс қой еді. Алыс деп, Адок жалқа болып кеткенсің. Қыздардың көзінше, ой, мақтаншақсың ғой, мен вообще шаршамай, мектепте бірінші атаманмын деп. Ой, бір. Менің де бір айтқаным істесе. Сонда қыздар менен де артық баны. Ой, қойшы сен жан досым деп жетсем, мені уже кеп қалдық мені. Ананы көтсең өкінбейсің дейм, шынымен айтам, анау тура кинодағыдай пауық па анау. Бірақ өліп қалған екен, бірақ сонда да суретке түсіріп алайық деп жатқан ғой. Ертең Инстаграмға саламыз, көп лайк жинайды, ютубқа саламыз, көп просмотр жинайды. Ол қаяқтан көріп едім бағана? Осы жақтан көріп едім ше. Осы жерлерден ба көрген сияқты, мына жақта ма? Бір ағаштың бір анау ағаш жақтан. Мына жақта жоқ, кеттік үйге болды. Жоқ екен. Кетіп қалды ол пайды. Құмаш іздекті тақанса. Жоқ қой, көрдік қой болды. Онда айтып берем Айкаға. Айкаға айтып берем онда, сен саған қарамай қояды. Ой, ё-моё. Жарайды, іздеш ал, тапшы. Жүр, артынан жетсей. Міне. Осы ғой, осы. Ё-моё, үлкен ғой. Нормально, Адок кеп ұстап көтсей, суретке түсірші, суретке камераға. Құмаш, анау. Шағып алды мені. Қашып кетті ма? Неғып тұрсың сен? Қашып кетті ма? Бері тұрсай тупой. Қашып кеттілеші сен, шағып алды қашсай. Прикинь. Сен, анау мен шағып алды ма? Врачқа, қай жеріңнен шағып алды өзі? Врачқа? Сен өлесің дұрыс. Сен өлесің кәз. Что-то басым айналып жатыр Адок менің. Адок, басым айналып жатыр Адок. Басым айналып жатыр. Врач, қайда врач? Ана талқпаған несі? Ана көтбеге әкету керек болды, ё-моё. Ана ауыр ғой, салмағы дейтін. Жеп осылар пісіре, ё-моё, салмағы мұрма дедің ғой. Айттың ғой бұған, кемек деп яқ, бұл дейтін. Кәдімгідей қуатшы, өле. Басым ауыртады, ё-моё. Талқпаған ба мені? Қаяқта жатырмын өзін, кімнің үйі? Басым, ё-моё. Бағана орманда жүрген сияқты едік қой, өрмекші көруге барған бет не болып кетті, өз есіне бәрі шығып кетті. Мынау Адоктың үйі ма, өзгеріп кеткен ба? Нандайлар жоқ еді Адоктың үйінде. Ақшам жоқ деп бәле бүткіл заттарды сатып алған. Туалет па, ойбай. Бірінші этажға түсейін мен онда. Адок? Адок? Ау, ема түріңе не болған? Ема түріңе андай басыңа капрон киіп алғансың ма деп не біледі, чоғып болып кеткенсің.
А? Франкс қандай Человек-паук? А, сумкамды айтып жатсың ба? Человек-паук. Сумкамды айтып Жоқ жатсың ба? ой, кімді айтатын айнаға қарадың ба өзі? Прикол ұстап жатсың ба? Ей, Дәрі не үшін мынау? Неғып костюм? Бұл дәрі сен шағып алды ғой, сол дәрі ішіп ал, мә. Шағып алды? Үстіңе костюм киіп. Мен шағып алдым ма? Сен шағып алды ғой. Есімде тым жоқ. Сен сөйтіп талып қалдың, мен сені келдім. Мен талып қалдым? Сөйтіп диваннан аунап құладың, сосын қайттан көтеріп жатқыздым. Қайттан аунадың, сөйтіп қайттан бүйтіп көтеріп жатқызып сол. Ой, есімде дым жоқ деген. Сен ауышып қалдың пайдайша. Сен басың соғыла беріп ауышып қалдың ғой. Сен Спайдерменнің киімін киіп алғансың. Ема қуады екенсің ғой сен. Қумашы, хан. Үстіңе қарасай, үстіңе. Айна бар ма? Айна бар ма? Айна бар ма? Айна ана жақта жүр. Ойбай гараж екен ғой, бұяқ. Мына жақта. Бағанағы туалетте ма? Мына жақта, хан, бірге, не айтып жатсың? Хан. Ей! Қарасай. Көрдің ба? Ё-моё! Спайдерменнің қалай? сен киіп алғансың ғой өзің, қалай? Қумаш киіп алған жоқпын. Сен ауышып қалдың сен. Қумаш сен ауышып киноға қойып алғансың ғой сен. Қумаш деймін. Человек-пауктың киносы бар. Мен Человек-паук болып кеткен ба? Адып. Человек-паук деген. Не? Мынау түсім ба, өңім ба? Шымшышы. Мынау түсім сияқты менің. Каз, күші дейді ғой. Каз, мен саған көрсетем шымшығанды. Берген. Не істеп жатсың? Алпай ма не? Ауырмайды, тым батып жатқан жоқ денеме. Қой ей. Е? Мен Человек болып кеттім ба не? Мына жақтан секіре алмаймын ма? Тоқта, мен саған эксперимент жасайын. Берге. Мына жерге тұр. Ал, тұрдым ал. Ей. Тым батып жатқан жоқ, тым ауырып жатқан жоқ. Мен өтіп кетті. Сен. Мен Человек болып кеткен ғой шынымен. Дым денем ауырып жатқан жоқ. Ема қалай? Мен сонда Человек-паук болып кеттім ба сонда мен? Мен тек кинода бола десем, сен Человек-паук болып кеттің ғой кәдімгідей. Сен маған сенбеген едің, айттың ғой саған. Мен Человек-паук болып кеттім ба? Кез келген нәрсемді істей аламын ғой сонда мен, Ей, уақыт қары. Бұлақтан кешіп баратыр, кеттік сабаққа. Сабақ? Қандай сабақ? Бағана барып едік қой сабаққа. Жүр кеттік бұл. Сабақ кеше бардық қой біз. Сен бір күн ұйықтап жаттың ба? Талып қалдың ғой сен дейтін. Қой, бір күн талып жаттым ба не мен? Жүр кеттік сабаққа кешеге. Жарайды онда, Человек-паук бұл оңай емес екен ғой, бір күн талып жаттым ба? Базаты жоқ. Мектеп алыста ғой, Алыста, жүр кеттік. Жарайды, мен Человек-пауктың шаршамаймын мен. Нанға сен адық мияқта секіріп жүре аламын, секіре аласың ба сен? Ма, сен қуады екенсің. Человек-паук тоқта, мен яққа маскамды шешіп алайын да, мен танып қоймау керек адамдар. Маскамды шешіп алайын. Бұл, маскамды шешіп өзім түніме қайтып қойдым. Кет. Кешігеміз сіз бар екен. Мектеп формамен кимегенге апай әңгіме. Солай пайызына қаш кеткен соң кеше. Кет тез. Бергеле. Бізге емес сияқты. Кете берейік, бізге емес сияқты. Өтір көрмекші адам, Беркеле. Оңбаған. Мынау киімін киіп апты ғой еще. Қалай сондай өтірді көрмекші адам, Тиспек қой, нүріс қоя сал. Тоқташ. Сендер ата кеше маған жауып кеткен малдан еместіңдер ма, Қалай малдар, сендер конкретно бар ғой, барлығын негізі. Қоя сал, Нүрис. Мынау мен ұрып жатыр ма? Конкретно. Ана сен ұрып. Мынау мен ұтып қоя ма? Жігіттер қосыңдар. Не істеп жатсыңдар, Беркеле? Мына үшеуі. Сендер таза чотсыңдар, білесіңдер ма? Жабылып қана күштерің жетеді адамдарға. Қалай, батпай жатыр мынау. Үшеуін кешірім сұраңдар менен тез бол. Аток, Беркеле, сен ұрамыз. Беркел. Тоқтаңдар, жіктеді, тоқтаңдар. Қана үшіншісі. Норис. Бергел, саған. Тоқта дедім. Бергел дедім саған. Бергел, қайқа қашып жатсың, Бергел. Саған. Бұл бәрін бұтшын шығарып тастадым. Сен адок көрдің бе, үшеуін үш жаққа шашып тастадым. Апай көреді ғой, жүнді жаққа бар ғой. Апай көргенде. Қайқа қашып жатсың, анау қашып кеткендес. Айттым ғой, адок бұлар негізі жүрген біреулер ғой, жабылып қана күштері жетеді адамдарға. Ананы отырған қараш. Апай ешкім көрген жоқ па? Сабақ басталып жатыр екен, жарайды, кеш қалмасам болды. Камера, айтпайсың ба, адок камера бар деп. Кет, қашып кетейік тез бол. Нұрис. Айтпайсың ба камера бар деп? Адок қуасың. Мен саған қоя сал дедім ғой, сен айтқан жоқсың камера бар деп. Әшім қоя сал деп айттың ғой, камера бар деп айтпадың ғой. Қоя сал деген, сен қатырады екенсің ғой, мен саған әшім қоя сал дедім, бұл
бармаймын үйге онда мен бармаймын үйге онда мен апай звондап айтсам мамаға бытышым шығарады менің. Әй не істейміз білмеймін жүре жатайық өйстіп көшеде қайқа барсақ сен болады. Ей тоқташы неғып қайғырып отырдық, мен человек паук емеспін ба? Кеттік бір қызық нәрсе істейік, кеттік не істесек болады. Бұндай шанс бізге күнде келе бермейді ғой енді. Мә қаяқтан білесің, ертең қайтадан қарапайым нұрисламап қалатын шығар, человек паук күшім кетіп қалып. Сол үшін бүгін пайдаланып қалайық мынау күшімізді. Кеттік паркур істейміз бе? Паркур қызық болады. паркурды қоя тұр. Менде ше жақсы идея бар. Қандай идея? Төбелерге барасың, аяқта ақша тігеді. Ақша тігеді, қайқа барасың дейсің? Білесің ба? Қайқа барасың дейсің? Төбелесетін жер бар өзі сондай ринг ше. Бір адамдар бір-бірімен төбелеседі. Қарап отқан адамдар ақша тігеді, и сол ақшаны басын ұтсаң. Төбелесін десе, қумаша адок. Төбелес алайын ғой мен, қуасың ба? Сен чылауық сен дейді. Тауықсың ғой сен. Қораз боласың. Қалай дейсің? Чылауық тауық. Человек тауық? Человек паук еді. Ой, паук. Чылауық өрмекші адам. Шатасып кеттің. Қойшы адок қорқам мен, ойықта мықты адамдар келетін шығар. Қойшы адок, қойшы қорқам мен. Паркур істейік одан да. Үшеуін қираттың ғой класстастарының. Олар чоттады ғой енді, олар мықты адамдар болады қазір. Жоқ, фыцық кет. Неңді шашасың, көз көрмей қалады. Бетіне секіресің. Шашасым болғанда мен жібімді қалай шығаратынын білмеймін әлі, қалай жіп шығаратынын әлі ондайды білмеймін. Сен дейтін. Бірақ ұрып батсаң да болады ғой, сен тиіп аласың бит. Адок қойшы, тыныштық керек маған, қойшы одан да. Қайттым мен, паркур істеймін мен одан да, осы күшін пайдаланып. 10 миллион береді демей, Нұрис, 10 миллион береді, 10 миллион береді, ұтсаң. 10 миллион ба кәдімгі? Да. Алдап отқан жоқсың ба? Алдап отқан жоқпын мен, алдында біреу ше, жерден ұтып 50 миллион шығарып кеткен білесің ба? Давай кеттік онда, қаяқта ол? 10 миллион болса 10 миллион кеттік. Артынан жүр кеттік. 10 миллион. Кәдімгі шын 10 миллион ба, өртек ақша емес па? Жоқ, 10 миллион кәдімгі. Давай онда кеттік. На жаққа. Точно жүр, осы яқты төбелеседі, күнде төбелеседі. Адамдар кешке жиналады қазір. Кешке жиналады. Дайындап отыр ғой деймін. Онда кешке келеміз ба, не істейміз? Онда шығатын байыз бар деп. Кіммен сөйлеседі өзі бұяқта? Нәрсіңдер болғанда? Неғып жүргенде. Не ғой? Төбелестірейін деп отқанмын, досым мықты төбелеседі кәм. Качогың шығар, кеше айтып отыр еді ғой. Адок сәл жай айтшы. Качогты жеңген 10 миллион ұтып алады. Бұда денемен ба? Кетін шығар. Мына денемен бұл дейтін чылауық тауық кәм, бір тепсе құлатады бәрін. Қумаш Қумаш емес мен, бұның күші мықты кәм. Қандай күші мұнаның? 500 бала. Қара. Жоқ, қара. Көрсетем, нан қара. Мықты төбелеседі, нан қара. Наударды мықты қара. Батпайды, маған қорқпаңдар. Анан айрат бөлістіресің ба 10 миллион. Кімнің айрат дедің? Мынау кім? Кімнің айрат дедің? Тоқтай. Мынау. Кулачка айранмен. Мен емес. Сен баба. Анан сабырға шақырайыз. Жынды ма? Ковалда тоқта. Жұтамен. Қайсы шығайын отқан жана, қызыл киім. Қайсы шығайын отқан. Нұрис, қашпасай. Адок сен шығам деп айттың ба? Бергел. Адок шығам деп айтқан. Человек пауқты сіп сайсын ғой өзім, короче, давай. Адоге қуасың ба яғын, дәу. Нисан, сенем Нұрис. Нұрис. Адок қумашы. Давай кут нәріпсі. Кім? Любой награб 10 миллион доллар мендікі. 10 миллион доллар? Айтпақша сендер айтадым кет. Біз теңге емес, валютаны ауыстырдық, доллар. 10 миллион емес, 10 миллион доллар ма? Доллар. Нұрис. 10 миллион доллар үшін жампида. Давай шық. Өлген атағы, атам қазақ намысын өлген ба? Мәсаған. Бергел, мәсаған. Ұттым, 10 миллион. Видеоға түсіп алдың ба? Мәсаған. Ұсыс. Долларым, о жоқ. Атағы көндір ма? Айттым саған. Жоғаман тұрмаған. Қашып кеткенесің ау? Анам денесі болмаса, әшін жүрген біреу екен ғой негізі. Анам ұтып салдым да мен. Сендім ғой, мен саған сендім, брат. Сеніңді ақтадым ғой мен. Ақша. Соғы е. Қан ақша. Ақша, жақсы. Адок ұсташ ақшаны. Әгел. Болды ма ақшаны алдың ба? Давай kada шықтыр, если че тағы сапеніңкі болса шағырасыңдар ғой. 10 миллион, 5 миллионға да шығып едім келесі, давай. Кеттік Адок. Келесіде шағырмайды. Адок видеоға түсіп алдың ба? Келесіде шағырмайды ау сен. Шағырмайды болғанда. TikTokқа сақ қой, бағажат жоқ ба? Ана видеоны салып етке болған тоқтарға выйстып тастау еді қомаған. Сен хитсің. Соғытсың болды, брат, сен хитсің. Бағажат жоқ. Ақша алады, Ақша алады, не істейміз?
ақшаларды не істейміз? Білмеймін, машина аламыз ба? Үй аламыз ба? Просто үй машина алсақ ше, сразу күдіктеніп қалды ғой бәрі, мынау қалай тез байып кетті деп сөйтіп мен Человек-паук екенін біліп қойса ше адамдар. Человек-паук дейсің ба? Айтады ғой мен сені TikTokқа салып қойдым ғой. Йо, мен TikTokқа салады екенсің ғой, пальбом біледі екен ғой мен Человек-паук екенін де бәрі. Өзі салып қойдым ғой TikTokқа. Бүйтейік та онда. Мынау ақшаны не істеу керек екенімізді онда подписчиктер комментарийға жазып кетсін да онда. Подписчиктер Иә. хотя жартысын алып қояйық та өзімізге. Доляда болайық та. Ой, жатсын болғанда адок енді. Бопты саған 1000 теңгесі саған. 1000 теңгесі несі? Мынау дейді. 1500 теңге саған, 1500 теңге саған. Мынау, ё-моё мынау. Сен кәдімгідей, сен дейтін, бопты. кәдімгідей кезі ғой сен дейтін. Бопты қанша керек айтшы ал. Бір тайма қалдырып қояйық, компьютер алайық та, ойын ойнайық. Қақ көтейін. Жоқ, қанша алу керек енді айтсай нақты. 1 миллион жетеді ғой, бір артына нөл қосып бір 10 миллиондай ма? 10 миллион, бірақ 1 миллион мақұл. Қалған 9 миллион долларды енді подписчиктерді шешін онда қайқа отыратынбыз. Все онда. Давай онда достар комментарийға. Давай достар онда комментарийға жазып кетіңдер. Қалған 9 миллион долларды не істейік? Сол сендердің айтқандарың бойынша келесі видеода в общем ақшаны жататын боламыз в общем достар. Менің есімім Нурислам, бірақ та барлығы мені өрмекші адам деп атайды. Аяғым дұрыстап секіруді үйреніп алу керек еді. Екінші аяғымды да отжып алдым ғой. Менің ашуыма тие берме, сумкаңда не бар? Ақша, телефон барлығын шығарып ол. Жарайды, қазір ақша, телефон барлығын берем, бірақ бізге тиіспеңізші өтініш. Оңбаған, тоқта, тиіспей оларға. Мынау кім тағы? Тоқта, сен әлгі өрмекші адам емессің бе? Мені таниды екенсің ғой. Қысқасы былай, аналарды жібер, әйтпесе жаман болады. Өрмекші адам боласың ба, басқа боласың ба, маған бәрібір. Мына жерден кет, әйтпесе керісінше саған жаман болады. Күлкімді келтірмеш. Андағы ойыншық тапқаншағымен маған түк те істей алмайсың. Түк те істей алмайсың дейсің бе? Жарайды, соңғы сөзімді айт, қазір бычтың шығарам. Достым, тоқтай тұр, не ғой? Артыңа қарай полиция келіп тұр. Немене? Полиция? Қайда ол? Мәсаған полиция. Өрмекші адам, рахмет саған көп. Жоқ, ештеңе етпейді, бұл менің міндетім ғой. Келесіде абайлап жүріңіздер, мен басқа адамдарды да құтқарайын. Бұл жақсылығын ешқашан ұмытпаймыз. Түсінгендеріңдей, менің міндетім адамдарды құтқару. Айтпақшы, қалай өрмекші адамға айналып кеткенім қызық болса, алдыңғы видеоны қарап кетіңдер. Маған Нурислам деген бар ғой, айтып еді кеше сабаққа бірге барамыз деп. Не айтып еді ғой маған, бүгін үйден шығып тұрам, күтем сен деп. Әлі шықпаған ба үйінен? Нурислам! Бірше кіріп өзім шақырайшы, кеттім үйіне. Нурислам! Немене өлі? Жоқ па әлі? Ұйықтап атқан жоқ па әлі? Ол ше? Құдай білет, әлі ұйықтап отыр олмады ғой ше? Нурислам! Мынау наттуре әлі ұйықтап атыр ғой. Нурислам! Нурислам дейм. Микки, қашан кеп аласың? Қашан кеп аласың деген несі? Мен Нурислам кеше айтып едім ғой, бірге барамыз сабаққа деп тұрсай болу. Микки, кеше түнімен ұйықтамай қаланы құтқарып едім де жауыздардан. Бүгін өзің бара бересің ғой сабаққа, что-то ұйқым қанбай қалып бір-ақ сағат ұйықтадым да. Мен Нурислам, уәде бердің ғой сен маған. Сен дегенше өрмекші адам болып бар ғой, бізді менсінбейтін болып кетіпсің бар ғой. Кеше адокта ренжіп жатыр. Бар ғой, үйте беретін болсаң ше, біз сенімен вообще дос болмай қоямыз. Өрмекші болсаң өзіңе. Мекке, мен сені дос болмаймын деген жоқпын ғой сен мен. Өрмекші адам болсам да, Нурислам болсам да, сол баяғыдай досымсың сен менің. Онда жүрсе енді тез баряқта. Мекке бір адамды өйстіпші, бір-ақ сағат ұйықтадым ғой. Соңғыда шыдайын, барасың ба, бармайсың ба? Егер бармайтын болсаң бар ғой, конкретно маған звондап, жазбай-ақ қой, конкретно бар ғой, номерді өшіртсай сал, короче, давай онда, кеттім мен. Өзінше, тоқта. Не болды? Бопты, барам қазір. Түсе бер шастыға қарай, барам атынан. Бопты, давай, тез бол, күтем бол, ау. Ұстап та ұйықтамадым ғой бірше. Енді әдем түс көріп келе жатқан едім ше. Бірше, Микки, надоелсың өшсен бар ғой. Тыныштық жоқ қой, тыныштық жоқ. Өрмекші адам болсам да, Нурислам болсам да. Микки, не істеп отырсың? Не ғой? Қағадым ашып кетті просто ше. Микки, ол тамақтың барлығы мен деген қымбат ақша сатып алып келдім ғой кеше ғана. Өзіңнен тамақ жеп шықсай? Не болды? Сен өрмекші адам емессің бе? Саған деген тамақ алу деген вообще проблема емес қой, ақшаң көп емес пе? Микки, мен саған бизнесменмін ба, ақшам көп. Мен өрмекші адаммын ғой, тек көмектесем адамдарға, болды. Сонда не адамдарға көмектесесің, олар саған ештеңе бермей ма не? Неғып беретін маған? Конечно бермейді, ештеңе қуасың ба сен? Онда өрмекші адам болғаннан не пайда ол? Адамдардың ешқайсысы саған көмектескеніңе ақша төлемесе. Микки, жүрші болып кетті сабаққа, тез бол. Сен не, сумка ұстамайсың ба не?
сумка болғанда не ғой, сумкамды кеше мектепке тастап кеткенмін, осылай бара бара жатқан апай маған. Айтпақшы өрмекші адамсың ғой, енді апайлар сені жақсы көреді, сол үшін ғой. Ой, өрмекші адамнан емес, просто мен сабақ жақсы оқимын ғой, сен сабақ жаман оқисың, сол үшін апайлар да жек көреді сені. Ой, өзінше бола білмеш, сен өрмекші адам болғалы бар ғой, өзінше болып кетіпсің. Ой, бопты, мен ақ өзінше бола салайшы, тез жүрші бол. Ұйқымда қалмады, қазір маңдыға жоқ ортайын деп ғой мектепте. Бірше, сабақ дегеннен бар ғой, қашан құтыламын мен бар ғой, осы 11-ші класты бітіремін да, сосын мектепке алло, бесің жіберсей болды тез, бесіңді. Тоқташы, Нұрислам. Бауырым, не болды саған? Қаттай отырсың, қаланы ұстайтын адам құса ба? Түсінбедім. Бауырым, қалай түсінбедің? Мекке қуасың ба? Тоқташы, аттақ, бауырым, не болды саған? Қаттай отырсың, қалаға қарайтын адам құсап, аттақ бұл қалаға өрмекші адам қарайды, аттақ сен емес, түсіндің ба? Кетіңші бар, ары ойнаңшы бар. Мекке қуасың ба? Мекке, жүр анеқа. Тоқташы, алло, Нұрислам. бесің сал жерсей болды тез. Конкретно, мен несін бауырым, бергел деймін конкретно. Мекке. Не болды, не? Конкретно қазір бычтың шығарам, кешірім сұра менен тез. Мекке саған ештеңе істеген жоқ қой. Сұрамаймын. Қалай ештеңе істеген жоқ, өзімен өзі қатайып тұрды, қараса көрмей тұрсың ба? Соңғыда сұрайын, кешірім сұрайсың ба, әлде бычтың шығарсың ба, досым? Мекке, қуасың ба сен? Емес па? Я, мен қалада. Жақсы. Өрмекші адаммын ғой мен, не ғой, досым сәл атып кетіп қалған сияқты. Қалай атып кетіп қалды? Сұра кешірім конкретно. Досың түсінігі бар екен, осы досың үшін ғана кешірем. Бар, кет бар болды, кеттім мен. Мен Нұрислам, қуасың ба сен? Қуасың ба Мекке? Өзіңнен өзің барып қырылып отырсың ба мен? Сен өрмекші адам емессің ба енді? Бұл қалаға сен қарау керексің ғой, сен ғана ең мықты болу керексің, бәрі сенің айтқанын тыңдау керек. Басың істей ма сен Мекке? Жүрші сабаққа вообще жынсың ба? Өзіңмен өзі қырылып отқан несі адамдармен? Ой, кетші бар Нұрислам, сен досым болып маған жақтасама десем, қайдағы жоқ біреуге жақтасып отқан несі? Бопты, сен жүрші бопты мектепке. Кешікті қан сен кесірінен. Сен мен кесірінен емес, сен ұйықтап қалдың, сон кесірінен кешігіп ортақ біз. Маған жаба самашы етіп. Мекке, сен бар ғой, өзгеріп кетіпсің бар ғой. Бұрын бұндай емес едің ғой сен. Енді бұрын сен өрмекші адам емес едің ғой, енді қазір өрмекші адамсың, пайдаланып қалу керек қой бәрін. Әйтеуір бір бәле тауып аласың, боп жүрші бол. Қарасай бүйтіп атпен жүруді үйреніп алғанмын ғой, детский жүгірем ба? Нені мынау да өнеді ма? Сен бүйтіп істей алмайсың да ғой, өрмекші адам болсаң да бүйтіп атпен жүре алмайсың, мен жүре аламын. Бопты, жүрші бол тез. Бірше әрең дегенде келдік қой, автобуспен келе салу керек еді, негізі Мекке бар ғой. Ой, қойшы, жаяу. Ассалаумағалейкум, братан. Уағалейкумассалам. Жақсысыздар ма? Жақсымыз, не болды? Жақсымыз аттақ. Мекке братан, болды. Ассалаумағалейкум. Немене бар сендер екі қолдап амандаспайтын болғасыңдар ма? Мекке қуасың ба? Оқушылар не ғой? Бара беріңдер сендер сабаққа. Тоқтаңдар, екі қолдап амандасыңдар, тез бол, тез, мен өрмекші адаммын. Мекке братан, ассалаумағалейкум. Мекке, сен қуасың ба? Оқушылар қорқытып отқан несі кішкентай? Нұрислам, енді қазірден бастап тәрбиелеу керек бұларды. Тәрбие көрмеген ғой бұлардың барлығы ертең басымызға шығады, сол енді. Бас кеше 5000 теңгені алып келдік біз екеуміз. Не ғой 5000 теңге? Оны айтпасаңдар. Тоқтай, қандай 5000 теңге? Мекке братан бізге айтқан еді, егер де 5000 теңге қойып тастамасақ, өрмекші адам сіз яғни бізді ұрып тастайды деп. Қуасың ба Мекке? Не ғой? Сабақ басталып кетті, сіз кеттім сабаққа. Давай, Мекке. Мынауың қуады екен ғой. Не ғой, қане енді ол 5000 теңге? Ұрмайсыз ба бізді? Жоқ ғой, қуастың ба, не үшін ұрамын сендер? 5000 теңге ма? Қазір беремін, братан. Тоқтай, бермеңдер 5000 теңге ешкімге. Біргесімен берген міне, алдында. Қуасыңдар ма? Кім, атың кім сен? Атың кім сен? Айсұлтан. Айсұлтан, сенің атың кім? Нұрсұлтан. Мекке сұраса да, кім сұраса да ақша бермеңдер вообще мектепте. Кім айтты десе, өрмекші адам айтты деңдер. Болды, смело жүре беріңдер, мақұл? Өзім жауап беремін. Жақсы, рахмет. Көп рахмет сізге. Болды, давай, кімдер бар сабақтарыңа? Неғып отырсыңдар күтіп? Кеттік. Болды. Анау Мекке деген қуады екен ғой, сөйлесу керек еді, сабақ басталып кетті ше. Тұр ғой, сабақтан кет сөйлесемін онымен. Оқушылар сабақ аяқталды, қайта берсеңдер болады үйге. Жақсы болды ғой, сабақтан қайтатын болдым ғой, болды кеттім мен сабақтан. Мекке, тоқта. Мекке, тоқта. Не болды? Жүрші сыртқа қарай әңгіме бар сенімен. Ой, біршен болды, не әңгіме, мына уақыт жоқ негізімен, мама шақыр. Тоқташ, әңгіме бар дедім ғой, күтсе енді. Берген яққа қарай. Ой, не болды? Не әңгіме ол? Мекке, не ғой? Екеуміз деген бар ғой, кішкентай кезімізден бірге дос болып жүрдік қой. Енді жан досымсың ғой сен менің, оны білем ғой, так. Соны айтуға бола шақырдың ба? Жоқ, не ғой, просто айтайын десем ренжіп қаласың ба деп тұрдым да. Сен қуасың ба, кішкентай балдардан не үшін 5000 теңге сұрап жүрсің?
енді кезінде бізден де сұрады ғой, енді үлкендер, енді біз де олардан сұрайық та. Сен басың сыймай, мен деген адамдарды құтқарып жүрсем, сөйтіп қорқытып ақша сұрайтындардан, сен деген өзімнің досым сонда қылмыскер ма? Мен неғылам онда қылмыскерлерден қорғап қалған өзім досым сондай қылмыскер болатын болса? Нұрислам, сені бүйтіп өзгеріп кетеді деп ойламаппын бар ғой, өрмекші адам болдың, болды ма не сонда? Мені қылмыскер деп отырсың ба, сонда жан досыңды? Жоқ емесе қылмыскер деп отқан жоқпын, ол емес айттың дегені. Ой, кетші бар, ренжідім саған бар ғой. Тоқтай, айтып ойында сөзім до конца, тоқтай деймін. Ой, қош бар ғой, кеше адвокат айтып отқан, Нұрислам өрмекші адам болғалы өзгеріп кетті, үйінен шықпайды, қолы бос емес деп. Конечно, қолым бос емес енді, қаланы қорғап жүрмін ғой қылмыскерлерден. Ой, қош, уақыт табуға болады ғой, өзінше өрмекші адам болғалы құтырып кеткенсің сен. Давай, короче, бүйтіп араласпай ақ қояйық, бүйтіп бұндай мынау қуама бір давай, короче, черт, қалай сонда черт, солай сонда черт, өрмекші адам болғалы сен өзгеріп кеткенсің. Мынау бірше қуа де мынау Микки, жындымай, наоборот мені ренжу керекпін ғой, менің атын пайдаланып оқушылардан ақша сұраған үшін. Ренжісін жібер, бір соның атына жүремін ба, жалынып кетші бар. Бірше сабақта бітті, қайтайын онда үйге мен, надоел уж. Айтпақшы анау велосипед, анау тентек па аяқта велосипед тап кетті ма? Ол деген анау бағанағы балалардың велосипед емес па? Қуады анау Микки бар ғой, жақсы өзі көрсін ертең полиция шақырады, соған қорғамаймын да оған бар ғой. Алдын сөйтіп полиция ұстап алған кезде мен барып өрмекші адам болған үшін жібере салып еді, соны өрмекші адам досысың деп осы жолы қорғамаймын оны вообще. Негізі пайди басында бекер айттым бар ғой, Микки мен адокқа өрмекші адам екенімді ешкімге айтпай жүре беретін адаммын ғой негізі ше. Тез ақшаларың шығар. Ол шығар тез. Диспенсерші ақша берем болды ма, не ақшам бәрі қалай? Тоқтаңдар ау. Диспенсерші. Шығар, тоқтаңдар деймін. Саған не керек? Қалай не керек? Жіберіңдер ана қыз тез бол. Тоқта мынау. Айтпан сенбай. Мынау бағанағы бандит емес па? Досым, мынау мен кеше ұрып кеткен бала ғой саған айтқан. Айып тастау керек қазір деген. Құдындар, тоқта. Конкретно бар ғой. Қазір бар ғой, мынаны жібермесіңдер жаман болады екеуіңе де. Біз екеуміз жүрміз ғой, сен біреусің. Сендерден мен өрмекші адам екенін ұмытып қалғансыңдар ау деймін. Жақсы өздерінен көріңдер. Тоқта, уайымдама. Мен бар кезде уайымдама, смело тұра бер. Досым атамыз, бір, Аға көздеп атсың, мына жаққа көздесің. Негізі сен келмеген мәжбүрлеріңді сендер. Мәсаған, бұл жақтыңдар өйстіп. Бірше бір күн болсын демалайын десем өйстсе де. Болды, қарындас кете берсеңіз болады. Енді тиіспейді сізге. Мен сені сүйемін. Номеріңді берші. Өрмекші адам. Тиіспеңдер маған. Өрмекші адам. Фанатыңның дей ма немене бөлі? Қуады, бір күн демалайын десем немене бөлі? Қалада қылмыскерлер көп бірше. Полициялар сонда не істейді ол қылмыскерлерді ұстамай? Бірше өрмекші адам болу да оңай емес. Қой үйге қайтайын онда мен. Бүгін пайди көп тірлік істеп тастадым ше. Бір емес екі қылмыскердің бытшын шығарып тастадым. Ито мектепте анау Миккиден құтқардым оқушыларды. Миккиде қатырды, өз досымнан құтқарып жүрдім ғой халықты. Жақсы ұйықтап алайын онда, ұйқым қанбай қалған еді. Бағана крас бар ғой. Так, ұйықтайтын бөлмем қайсы еді? Қой ұйықтайын онда. Давай. Сағат қанша болды? Көп уақыт ұйықтап қаппын ғой, 1-2 сағат ұйықтаймын деп едім. Қарным да ашып кетті бар ғой. Қой тамақ жеп алайыншы онда мен. Басым ауырып тұр бар ғой, өйстіп негізі ұйықтап кешке қарай оянсаң басың ауырады жаман бар ғой ше. Тамақ жеп. Микки қуамай холодильниктің есігін жаппай кеткен ба? Бірше надоел уж сол бар ғой. Бір бөлі анау ашып кеткен оның ішінде тамақтар. Фу! Иісі немен өліп кеткен тамақтардың барлығының. Микки бірше не жеймін енді мен тамақта жоқ үйімде. Надоел уж сол Микки маған бар ғой бірше. Бірше жарайды онда магазинге барып қайтан алып келейін басқа жейтін тамақтар. Бұл магазиннен істей ма десек, түннің бір уағында түнгі 3:30 болыпты сағат деген. Қалада ешкім жоқ, неғып тым-тырыс, мына уақытта машина болып жүретін еді. Айтпақшы 3:30 екен ғой, 3:30-да ешкім жүрмейді екен. Оны қуып тұрдым мен. Өтініш болды, беретін бәрін бердім. Жарайды шығарам. Кім келді? Не істеп отырсыңдар? Мынау тағы бағанағы бандит па? Оңбаған. Досым, анау екі досымызды ұрқыған мынау ғой. Тоқташ. Сен бағанағы бандит емессің ба?
сен немен біле шаршамайсың ба адамдар тонаудан нормаль жұмыс істесе ақша тауып дене десе дене аяқ қолың балғадай жұмыс істесең нормаль ақша таба алатын денсаулығың бар ғой. Сен жұмысын емес, осы сол сен деген қазір ұрып тастайтын боламыз. Ат давай. Тоқтай, қиратып атсың аяқтың барлығын. Не істеп атсың? Тастай, тоқта. Абайлаңыз қарындас. Тоқтаңдар. Көмектесіңіздер, өрмекші адам көмектес, мен ұстап алды. Не істеп атсыңдар өзі? Өрмекші адам, шық тезір. Егер де шықпасаң, біз ат тастайтын боламыз. Жігіттер, тоқтаңдар. Сендерге керек ақша ғой, қанша ақша керек, өзім-ақ берейінші сол ақшаны. Миллион. Давай. Миллион, бопты, берем газ, миллионды тек тиіспеңдер ана қызға, болды берем газ. Досым. Бір соңғы ақша берейін сендерге газ. Қайсысыңа берем? Қазір тоқта, қазір берем, күтетеді. Мә саған ақша, мә саған. Осы керек сендерге. Надай ложын алып бар ғой, бір емес, екі емес. Қарындас сіз полицияға звондаңызшы. Болды, өрмекші адам, не керек сізге, мен бәрін тыңдаймын сіздің айтқан жартын. Ештеңе керек емес болды, болып қалды. Полиция шақырыңызшы тез, нағат қамап қойсын. Ой, болмайды ғой, нан берейін ба сізге тамақ тәтті. Ештеңе керек емес деймін, шақыршы қазір, нағат бытышын шығарады тұтатын болса. Тез полиция хабарласыңыз. Жарайды, онда көп рахмет. Досым кет полиция кереміз, Өзіміз кетеміз дей ма, полицияға деп бекер жібере салдым негізі алады кез тағы да қылмыс істейді аналар бар ғой бір аппетитті қашырып жіберді ғой қош ештеңе жеген бар ғой. Полиция шақырдым, қайдан олар? Полиция шақырғаннан аналар кетіп қалды ғой уже. Қайттан кешіре маған, не істеймін мен? Қайттан келгенде не ғой? Мен номерін жазып алсаңызшы, қайттан келсе маған хабарласа саласыз. Давай жазып алыңыз. 8777 0206. Өрмекші адам номері бар менде. Давай ошып кеттім мен. Алло, өрмекші адам? Телефонына звондап ма біреу? Нандай уақытта звондап отқан кім маған? Алло, өрмекші адам, рахмет сені құтқарған үшін. Кім бұл? Свиданияға барамыз ба? Свидания? Бағана қыз. Қандай қыз? Бүгін екі қыз құтқардым ғой мен. Ой, изменчик десе өшіремін мен телефонды. Изменчик? Жынды ма өшіп тастағаныңыз? Не болып кетті бүгінгі күнім өзі түсініксіз ұйықтай бергенім жақсы еді ғой. Қойшы құтқарсам да жақпаймын адамдарға. Мен оны құтқарсам маған изменчик дегеніңіз қуама адамдардың. Анау Миккиде қызығы тамақтардың барлығын холодильникті ашып тастап кеткеніңіз. Тамақта жоқ үйде не істеймін енді мен? Ортамын енді өйстіп телевизорға қарап ортада шығады онда. Не бар өзі бүгін телевизорда? Осы не бей? Осы. Мен жаңа сындырмаған едім осы үйдің. Көрек енді, үйге қоңырау сал. Үйге келді ма? Мынандай уақытта кім келіп тұрған? Тағы да Микки ау деймін. Микки болатын болса бар ғой, есікті ашпайын бар ғой менше. Кім бұл? Микки мынау. Сәлем, тауып алдық қой сен деген. Сенде деген шаршамайсыңдар ма? Сенде де бір пәс демалсаңдар, сен не деген адамсыңдар, сенде де шаршамайтын. Сен деген бүгіндікке мен үшінші рет көріп тұрдым ба? Төртінші рет есімде жоқ. Бірақ бүгін мен сен деген сазайын беретін боламын. Не деген адамсың? Тағы таяқ жейсің ғой қазір. Тағы таяқ жейсің дейсің ба? Жоқ, бүгін басқаша болады. Досым, шық. Досым? Қандай досым? Не мынау? Осы. Кімсің сен? Мен Веноммын. Веном? Мен сен кинодан көрдім қалдың. Кинодан енді өмірде де көретін боласың. Қазір сенің сазайыңды беремін. Сен ба мен сазайын беретін? Кеш конкретно паразам. Кеш конкретно паразам ба конкретно? Сендер жауып кетпеңдер конкретно. Жауылмаңдар, аняқа тұрыңдар. Айыр, Веном, тас айырынан. Жағаласпаңдар, таста пистолетін, таста өзім-ақ айырам қазір бұны. Болды. Жабылу жоғынан конкретно. Бергелі Веном конкретно паразам ба? Давай, короче, 1, 2, 3, бергел, короче, бергел! Мәс! Ай! Осы ма өлмекші адамдардың? Енді бұл қала менікі. Басым. Красавчик Веном. Мынаны тез көлікке салыңдар. Басым. Босаңдашы тез болыңдар, уақытым жоқ менің. Давай тез көліктайда.
ма негіз бар ғой кеше мен негізі артық кетіп қалдым бар ғой сол ма бүгін мен Нұрисламнан кешірім сұрайыншы негізі оған да оңай емес негізі азаннан кешке дейін адамдарды құтқару деген человек паук болу деген оңай емес қой енді ма қанша дегенмен кішкентай кезімнен бастап өскен досым ғой кешірім сұрайын қазір барып оған деген Нұрислам ау үйіне кіріп шақыру керек өзін мынау тағы ұйықтап жатыр ма ол туалетте жоқ мына жақта да жоқ тағы ұйықтап жатыр ол бар ғой ше құдай біледі бар ғой Нұрислам ау ей мынау үйінен кетіп қалған ба жынды ма есігін ашып кетіп қалған несі анау қуама мына жақта жоқ мына жақта да жоқ анау натуре кетіп қалған ба үйінің есігін барлығын ашып кетіп қуама Нұрисламды қуады мен сонымен Нұрисламмен кездесу үшін деген анау жердің түбінен келдім ғой шап автобуспен еще өстеді енді бар ғой ше қайтам ба енді үйге өзім жаяу таксиге де ақша жоқ енді жарайды енді жаяу болса жаяу қайтайын енді амал жоқ бір ше үй алыс қой менің деген ей балам тоқтай тұршы не болды? Не ғой, короче, мынау чемоданым ауыр екен да, сол үймеден апарып тастай аласың ба, өтініш сенен? Чемоданым ауыр дейсіз ба? Ата негізші мен белім ауырады, гриж жабады арқамда ше, өзіңіз апара бересіз ау. Ей, балам, немене böyle тәрбие көрмегенсіңдер ма? Апарып бересіз, нең кетеді? Тәрбиесіз ise. Ата, қандай тәрбие? Сәл ата, мен сіз вообще танымаймын ғой, танымайтын адамға тәрбиесіз деген. Өзіңіздің де тәрбиеңіз оңып тұрған жоқ сияқты ғой маған тәрбиесіз деп танымайтын адамға айтқаныңызға қарағанда. Ой, балам, өтініш апарып бере салшы. Егер апарып беруге көмектессең, саған бір мороженое алып беремін. Мороженое дейсіз ба? Негізі атам мороженеға бола көмектесіп жатыр деп ойлап қалмаңыз. Жарайды, көмектесейші онда. Жарайды. Бұл тез апарып тастауыңды кетті, атынан жүре бер. Не ғой, бермейсіз ба ана чемоданыңызды? Ойбай, Бұл кетті, атынан жүре бер. Болды, ата. Не ғой, ата, үйіңіз алыста емес шығар, Ой, теп тұр негізі. Сәл жүрсең жетіп қаласың. Ол ата жақын болатын болса өзіңізге апара салмадыңыз ба? Жақын болып жатса. Ой, бір жаман көп сөйлейтін бала екенсің бар ғой. Ой, ата енді бопты ата, вообще сөйлемеймін. Не ғой, балам, атың кім болады негізі? Ата сөйлемей деп айттыңыз ғой, сөйлемеймін болды мен. Ой, бір айтасыз енді. Жоқ, ата ренжіп қалғам сізге десең ойнап айтамын. Ата атым Мики ғой негізі менің. Сіздің атыңыз кім? Менің атым Док болады. Барлығы мені профессор Док деп атайды. Танысқаныма қуаныштымын. Мен қуанышты емеспін, белім ауырып кетті деп ойнап айтамын. Ата мен де қуаныштымын. Ата қаяққа бара жатырған ау? Пляжға қарай бара жатқан жоқпыз ба? Жоқ, жүре бер сияқтымнан. Бір көп сөйлейді екенсің, сөйлемеші бол. Ата, өзіңіз сөйлеп алып, мен сөйлейтін кезде көп сөйлейді екенсің деп. Қандай атасыз? Жақындап қалдық. Ата, жақындап қалдық дегеніңізге қанша болды уже? Аяғым ауырып кетті. Келдік қой, міне осы жерде тұрамын мен. Точно үй ма? Ой, бір әлі көп сөйлеп келатсың бар ғой, бағана айттым осыған көп сөйлей берме деп. Ата енді мен де қорқып жатырмын ғой, қаяқтан білемін, маньяк шығарсыз. Балам, қалай сөйлейсің үлкендерге? Қандай маньяк? Ата енді, ата не ғой, мороженем қан менің. Сен бағана ғана айттың ғой, мороженеға бола көмектесіп жатқан жоқпын деп. Енді ата бермейсіз ба не? Бермеймін, қайт үйіңе бар. Ойнап айтамын, күте тұр, қазір әкеліп беремін. Қандай ата өзіме приколист ата екен, күте тұр дедім, ладно, күтейін онда мен яқта отырып. Ата не істеп тұрсыз? Орта бер қазір әкеп беремін, ойланып тұрмын, қайқа қойған ұмытып қалдым мороженемді. Жарайды ата. Прикол ата екен өзі негізі. Анау қашан келеді анау бағана шал. Бір шақырып бекер келдім негізі, ол келді. Балам, міне мороженый. Ата мынау, не деген дәу мороженый мынау? Натуре маған мынау? Саған арнайы өзім жасағам. Өзім жасағам болғанда мороженейді өзіңіз жасайсыз ба не? Қаяқта жасадыңыз ол мороженейді? Мына жақтың бәрі шаң. Микроб емес па мынау? Балам, болмаса ұнамаса жеме ақ қой. Кете беремін мен өзім. Жоқ, ата жеймін ғой. Бекер келмеген шығарым енді, жей салайын енді. Не ғой, сен жей берші, мен тағы да жұмыстарым істей берейін оған дейін. Мороженейіңді ал. Жарайды, болды, бара беріңіз, мен мороженейді жеп алайын онда отырып. Мына жақта отырып жеп алсам болатын шығар, давай мен кеттім онда, өзің ас болсын жеп ал. Жарайды. Бірақ дәмі тәтті екен мынаның ше. Ням. Бітші. Негізі бар ғой ше, мына жерге. Негізі бар ғой, егер ақшаға істейтін болсам, пайди мына жерге дейін таксимен келетін болса, мына шалдың ана заттарын такси бір 5 теңгеге алып келеді. Мен оны барып бірақ мороженеға бола тасып бердім. Сонда мен лоқ боп тұрдым ғой бұл жерде. Бір мороженеға бола алданып қалғаным ше. Жарайды, дәмі тәтті екен ше, бірақ. Так, мороженемді жеп біттім, болды, енді қайтайын мен барып үйіме. Что-то ше, басым ауырып тұр ма? Басым айналып жатқан сияқты менің бар ғой. Что-то өзімді жаман сезініп тұрмын ше. Маған
тез үйге қайтып алу керек. Жат жолда ұйқым келіп ұйықтап қалсам тағы да. Тез үйім что-то басым ауырып жатыр. Ё-майо, көзім қарауытып не болып жатыр өзім маған. Так, балмұздағым өзінің әсерін берген сияқты. Қайырлы түн, балақай. Енді сен 2 сағат бойы үсті жататын боласың. Мынаның салмағы деген не деген ауыр өзі. Оған балмұздақ беріп, одан сайын ауыр қылып жіберіп, не деген ауыр ет мынау. Белім ауырып кетті ғой. Онсыз да ауырып жүрген белім. Сен осында жата тұр. Мен өзімнің жұмысымды аяқтап алайын. Қызыт саған күшті бір дәріні енгіземіз. Так, дәрім дайын болды. Енді саған дәріні енгізу ғана қалды. Так, болды, дәріні енгізіп болдым. Енді сен осылай тәтті ұйқыда жата бер. Мен оған дейін жұмыстарымды бітіріп қайтайын. Басым, мен қаяқтан өзі. Немене өлі мынау газ жап-жасыл. Басым қатты ауырып тұр. Қай жақтан өзі мен? Көзім ашып кетті ғой. Ё-майо. Қой, мен деген кетейін. Немене өлі мынау? Ё-майо. Мынау не мынау? Дәрілер ма? Немене өлі өзі? Қаяқта жүрмін мен өзі? Ё-майо, қош кетешін яқтан. Ё-майо. Ей, тоқта. Есіме түсті, мен айтпақшы анау бір шалға көмектесем деп келіп едім ғана жаққа. Не істеген анау маған вообще? Ё-майо, мен біліп едім, что-то бірдеңе дұрыс емес екен. Анау маған бір бәле істеген ба? Қаяқтан ау өзі? Жоқ сияқты мына жақта. Ё-майо, басым ауырып отыр. Қош қайта берейші үйге. Үйге қайтуды айтсайын, аяқтан алыс қазір жол деген. Ё-майо, қош кете берейші бопты мен деген. Қазір аяқтан бір автобус бірдеңе табылып қалдым. Шағат кеттім бар ғой, такси шақыру керек. Такси шақырайын десем, телефонды жоғалтып алдым. Ё-майо, аяқтан біреудің телефон сұрап алу керек, онда уақытшаға ше. Кім бар аяқта өз түннің бір уақытында ешкім. Ана жақта бір қыз отырды ғой, содан сұрап алайын болмаса. Не ғой, қандас сізден бір нәрсе сұрасам бола ма, өтініш? Құбыжық! Жасыл құбыжық! Ей, қандас, тоқтаңыз, ей, қандай құбыжық? Көмектесіңдер, көмек! Ой, қандас, қайқа қашып баратсыз өзі? Жақындама маған, қазір полицияға хабарласам. Мынауың қуамай, құбыжық несі тағы? Жасыл несі вообще? Мен вообще жасыл емес, ақ едім ғой. Ой, кетші бар, көмектеспесең, бір телефонына жылап қалды ғой. Ой, қуады ма? Не істеймін енді мен жалғыз өзім аяқтама. Тоқташы айтпақшыдай, мен үйме барып не істеймін? Мына жақта жақын жерде Нұрисламның үйі бар емес пе? Мен бүгін Нұрислам үйіне қона салайыншы ма? Как раз ол да үйіне келіп қалған шығар. Кешірім де сұрамадым, одан әлі мен бар ғой. Как раз кешірім де сұраймын. Вел тақпақ қылсам болмайды. Ладно, жаяу бара берейінші онда. Осы жерге жаяу келдім ғой, до конца жаяу бара салайын Нұрисламның үйіне дейін. Ол үйіне келген шығар енді. Күні бойы адамдарға көмектесіп жарайды онда. Аяқ деген ауырып кетті ғой, ана жақтан жаяу келем деп. Нұрисламның. Мынаның үйі есігі әлі ашық тұр ғой. Анау үйіне келмеген ба, немене бәлі? Нұрислам. Нақтури келмеген сияқты анау үйіне. Далада жүрген жоқ па случайно? Көреш? Жоқ, далада жоқ. Нұрислам, светтері же жанып тұр түннің бір уағында. Нақтури үйінде жоқ сияқты ғой. Яқта жоқ. Нұрислам. Анау үйіне әлі келмеген ғой. Нұрислам, немене бәле вообще хабар жоқ. Бір ол да бір қуатшы. Бір қартыда деп. Бірші. Не істеймін енді? Ол келгенше жалғыз өзім ұйықтай берейін ба или? Бірші. Болмаса сетеш қолымды жуып алайын бірінші мен деген. Тоқташ. Менің түрім. Ё-майо. Немене болып кеткен менің түріме жап-жасыл. Мен тоқташ. Айна. Өз көзіме өзім сенбей тұр. Мен халық айналып кеткен ба? Бәтірлі что-то денем, бәсі, күшім тасып что-то, бірдеме төбелескім кеп тұр жайы. Халық айналып кеткен ба? Мен сонда немене бәле? Сонда тоқта. Нұрислам өрмекші адамға айналып кетті. Мен халық айналып кеттім. Мен тоқташы, мен вообще қалай халық айналып кеттім, мен түсінбедім. Тоқта. Бағана ана лабораторияда ше жап-жасыл бірдеңелер шығып атты ғой. Бағана ақша алмаған бірдеңе істеген пайды, содан мен осылай халық айналып кеттім ау деймін ше.
Мә білбедім, что-то сол бірдеңе бар екен, бірақ по идее, мә тоқташы, оның несі жаман бірақ. Зато мен халықтың күшім көп болады. Мә зато өрмекші адам екеуміз бірге қаланы құтқаратын боламыз жауыздардан. Мә күшті ғой, мен де супергерой болдым ба сонда? Тоқташы, бірақ супергерой болғанда ше бірінші мә мен Нұрисламды іздеп табайшы ол. Мә қаяққа кетіп қалған? Вообще үйіне келмеді ғой бүгін деген. Или мен жоқ кезде келіп кетіп қалдым ма қайттан? Мә бітшін. Мә болмаса бар ғой ше, мен Нұрисламды өзім іздеп келем ау деймін ше. Қаяққа кетіп қалды ол бала деген қаңғырып, бүткіл қаланы құтқарып болатын уақыты болды ғой. Мә бітші. Не только бүткіл қаланы, мә бүткіл әлемді құтқарып болатын уақыты болды ғой. Қаяққа кетіп қалды ол деген. Мә өзім іздеп келмесем жарайды енді. Или адасып кеттім екен. Прикол ғой. Жарайды іздеп келейін мен онда. Мә бір қаяққа кетіп қалғанынан Нұрислам бүткіл қаланы іздеп шықтым ғой. Мә осы ше менен қашып кеткен жоқ па? Солай осы Мекен надай ал деп содан бәрі шығатын негіз бар ғой. Сөйтіп кетіп қалған болса таң қалмаймын мен. Тезірекпен. Өтініш тиіспеңізші, ақшам жоқ менің. Ай тоқташы, не болып жатыр мына жақта? Не істеп тұрсың? Кішкентай баланы қорқытып жатсың ба? Сен кімсің тағы? Кетші бара неқа. Қазір сенің де бытшытың шығарам әйтпесе. Қалай сонда бытшытың шығарам? Мен қазір бар ғой, мен өрмекші адам досыма хабарласам, сенің бытшытың шығарады сосын. Өрмекші адам дейсің ба? Қазір өрмекші адам жоқ. Оны Веном алып кеткен. Веном алып кеткен дейсің ба? Қалай сонда кім ол вообще Веном деген? Не аласың оның кім екен? Әйтеуір өрмекші адамды өлтіру үшін алып кеткенін білем. Тоқта, өрмекші адамды өлтіру үшін алып кетті дейсің ба? Мә саған. Тезірек айт, қайда өрмекші адам? Ё-моё, қаяқтан өзім мені? Қандай жер мынау? Денем, денем. Қолым барлығын байлап тастаған несі? Ё-моё, қаяқтан мен өзі? Есіңді жидің ба? Веном, Қалай, жағдайың жақсы ма? жағдайың жақсы ма болғанда, неға алып келдің еқан мен вообще? Мен саған не істедім? Қысқасы былай өрмекші адам. Менің арманым мына бүткіл әлемді жаулап алу. Мен вообще түсінген жоқпын. Сонда мен не үшін ұрлап кеттің вообще? Неғып қол аяғын барлығын байлап тастағансың, түсінбедім. Қысқасы өрмекші адам, саған ұсынысым бар. Ұсыныс дейсің ба? Қандай ұсыныс ол? Бопты айтшы ал. Сен өте мықтысың, өте күштісің. Мен де өте мықтымын. Қалай қарайсың? Бірге әлемді жаулап алмадық па? Сен маған әлемді жаулап алуға көмектес. Сонда саған ештеңе істемеймін. Веном, тоқтай, мен олай істей алмайым, қуасың ба сен? Өрмекші адам, ойланып көр. Барлық адамдар тек біздің айтқанымызбен жүретін болады. Егер айтқанымызды тыңдамайтындар болса, оларды өлтіріп тастаймыз. Қуасың ба сен? Мен ондай жауыздыққа бара алмаймын. Қандай адам өлтірген? Жарайды, келіспейді екенсің. Ендеше өзіңнен көр. Қазір сені өлтіріп тастаймын. Тоқта, босат менің досымды. Мынауың кім тағы? Микки, не істеп жүрсің мұнда? Сен өлтіреді кәз. Оңбаған, тезірек менің досымды босат. Айтпесе қазір сенің бытшытың шығарам. Мынау ма сенің досың? Балақай, сәл шамаңа қарасай. Короче, саған мүмкіндік берем. Тезірек мына жерден кетіп қал, айтпесе сені де өлтірем. Микки, тез қашып кет бар, айтпесе өлтіреді кәз бұл. Жоқ, мен ешқайда да қашпаймын. Тезірек босат менің досымды. Жарайды, әрі қарай өмір сүргің келмейді екен, онда сені де өлтірейін. Тоқта, мен дайындалып алайыншы қазір кішкене күте тұр. Жарайды, дайындалып ал. Так, тоқта. Не ғой? Ол кел атак паразан бірге бір. Микки, сен халыққа айналып кеткенсің ба? Біргел атак саған. Бар болғаны осы ма? Халық болсаң да басқа болсаң да әлсіз екенсің. Ендігі кезек өрмекші адам сен де. Қазір сені өлтіріп тастаймын. Саған атак. Ойнапсыңдар халықпен. Нұрислам, уайымдама, қазір босатып жатырмын сені. Давай, қаштық бол, тез. Микки, точно сен ба? Халық болып кеткенсің ба? Немене бәле? Ой, ұзақ әңгіме. Бұл жақта айтатын әңгіме емес, тез қашсай бол. Нема полиция ештеңеге хабарласқан жоқсың ба әлі? Ой, жоқ, хабарласқан жоқпын, жалғыз өзім келдім. Тоқтаңдар. Тоқташ. Қайда қашып бара жатсыңдар? Әлі ойын біткен жоқ. Веном, атак сен жалғызсың, ал біз екеуміз по-любому ұтылып қаласың, осы жерден беріле сал. Веном ешқашанда берілмейді. Мынауың дәуіп кетті ғой, не істейміз енді? Не істейміз дейсің ба? Не ғой, төбелесеміз, кеттік, жабыл. Микки, тоқта. Мәсаған! Енді бері кел, өрмекші адам. Өзің жолы болғы жігіт екенсің, бірақ осы жолы точно өлтіремін сені. Бері кел, атаға мен берілмеймін. Микки, сен бағана мен ұрдың ба? Мәсаған! Мәсаған атақ! Что-то мынау демал алмай қалды, не істейміз? Не істейміз болғанда, білмеймін, не ғой, бірақ бір идея бар менде.
болды Микки жарайсың енді шыға алмайтын шығар деген үміттемін қайтайық. Мә сонда ана Веномды мен жеңіп тастадым ба, мен супергероймын ғой сонда бүгіннен бастап я. Ой иә супергеройсың сен. Жарайды онда кеттік үйге жүрсей саған айтып беремін қалай халық болғанымды. Эх, қандай видео салсам да рекке кірмей. Болмаса ютубта тастай салам ау деймін. Ей, мынау Нұрислам аға емес па? Неге жалғыз өзі мұңайып отырды, қазір сұрап көрейінші. Нұрислам аға, неғып мұңайып отырсыз? Неге мұңайып отырсың дейсің ба? Мен сол ютубқа тырысып күнде видео салып жүрмін, бірақ ешқандай видеом лайк, комментарий, подписчик жиналмайды. Енді сәл күтсеңізші, активіңіз көтеріліп қалатын шығар мүмкін. Ой, қойшы күтіп шаршадым уже, ютубты тастаймын мен. Ей, тоқта, осы видеоны көріп отқан адам лайк басып, комментарий жазып кетсейші, ютубты тастамайсың ба? Ой, қойшы лайк басып, комментарий жазған күннің өзінде маған ешкім тіркелмейді ғой. Білесің ба, 95% адамдар менің видеомды тіркелмей қарайды ғой. Енді айтсай, осы видеоны көріп отқан адамдар лайк басып, комментарийға Нұрислам аға ютубтан кетпеңізші деп жазып, сосын тіркеліп кетсе, ютубтан кетпейсің ба? Енді тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап алса, конечно кетпеймін ғой ютубтан. Вот көресің ғой, осы видеодан кейін адамдардың барлығы саған лайк басып, комментарий жазып, каналыңа тіркеліп кетеді. Мен бәрібір қолдамайтын сияқты мені ешкім. Бірақ егер осы видеоға 5000 лайк жиналса, келесі видеоны сразу шығарамын. Уф, ё-моё, уже таң атып кетті ма, ұйқым вообще қанған жоқ қой. Бүгін деген сабақ қоймаған, сабаққа бару керекпін. Кеше деген Веноммен қырылып деген бүткіл күшім бәрі таусылып қалды. Бүгін шаршаппын, сабаққа барғым келіп тұрған жоқ, бірақ бару керек те. Айтпақшы, Микки кеше менің үйімде қонды ғой, Микки ұйықтап жатқан шығар әлі ол. Жоқ. Микки маған айтпай сабаққа кетіп қалған ба уже? Пысық неге сол Микки бар ғой ше, жарайды онда өзім кете берейін сабаққа. Уф, Микки? Нұрислам? Что там, қайырлы таң? Қайырлы таң болғанда сен. Микки айттым ғой саған, мен рұқсатымсыз тамақ жемеш деп. Нұрислам, не болды? Әлі жылап жатсың ба? Кеше сен Веномнан құтқарып қалдым ғой, ұмыт қалдың ба жақсылығымды? Жақсылығыңды ұмыт қалғанда. Просто өмір сен тамақ жеп кетесің де, жеген жерлерін жинамай кетесің, шашып кетесің, посудан бәрін жумайсың. Еще онымен қоймай холодильникті ашып кетесің, сөйтіп ашып кетеді тамақтардың барлығы. Алдын саған болысты аштан ашып оттың тамақтың бәрі ашып кеткеннен кейін. Ой, кетші бар, жақтырмай атсың ғой. Ой, бір кетем қазір үйіңнен не болды сонша жақтырмай, бір кешегі жақсылығымды ұмыт қапсың ғой мен. Не ғой айтпақшы Микки, кешегі жақсылығың демекші. Сен халық едің ғой, қалай не қатапай Миккиге айналып кеттің? Мен негізі білмеймше өзімді. Өйстіп кейде өзім халыққа айналып кетемін, кейде осылай өзім Миккиге айналып кетемін, өзім де түсінбедім соны негізі. Түсінбедің болғанда. Сонда өзіңді басқарамайсың ба? Басқарамағанда білмеймін. Әйтеуір керек кезде халыққа айналып кетіп жатырмын ғой өзіммен өзім, бірақ білмеймін қалай халыққа айналу керек екен. Ол қалай болады ол? Білмеймін дедім ғой, қойшы миымды ашып жібердің ғой. Жарайды онда. Не ғой сабаққа кеттік онда, кеттік сабаққа. Сабаққа деген мен холодильник жауып кетейінші. Тағы жаппай кетіп жатырсың ғой холодильникті. Өмір осындайсың я. Ой, жылай бермеші, не болды сонша, кеттік сабаққа онда жүр. Сен айтпақшы, не ғой? Сумкаңды алмайсың ба сабаққа? Не ғой енді, супергеройларға сумка алмай келуге болады емес па? Қумашы, алып алып сумкаңды. Сенші? Енді дұрыс қой енді мен маған бола береді ғой, маған айтты ғой рұқсат берді ғой. Саған рұқсат берген жоқ, әлі алып келіп от сумкаңды. Ой, бір жарайды қазір тоқтап күтеді алып келем. Ей, бір осы Миккиде қуатшы. Бірақ бүгін деген погода күшті болып екен де, сабаққа барғанға как раз әдем погода жаяу жүрген. Ой, Микки шығып келе жатыр ғой. Болдым, шықтым, чотам, кеттік па? Давай, кеттік. Сосын Микки айтпақшыдай саған бір сұрағым бар еді. Қоя бер. Кеше не ғой халыққа қалай айналып кеткеніңді айтам дедің де, айтпадың ғой, ұйықтап қалдың ғой. Не ғой, ол ұзақ әңгіме, негізі сабақтан кейін айтып берейін де саған. Жарайды онда. Микки анан қарасай, мына жылқылар жүр ғой. Жылқылар ма? Не ғой, күшті екен. Кеттік, ұстап көрейік те, кеттік, жетсей. Не ғой, өзің ұстай бер, мен сабаққа бара берейін. Сабаққа бара берейін деген несі, қадасай, күшті аттарды ұстап көтсей. Ой, не ғой, ұстай берші өзің. Не ғой, не қыласың мен ұстағанымда? Сен айтпақшы, жылқылардан қорқасың ғой, кетші бар, қорқпаймын мен, атақ. Кетші бар, өзің қорқақ. Мойындамайсың, мойындайсың, қорқамын деп болды ғой, айтпаймын ғой сосын. Кетші бар, қорқпаймын деп айттым ғой. Қорқақ десің, мойындамайсың өмірі. Наңғадай, бит чабаласың ба сен, қада? Базар жоқ. Микки, саған бір бәле көрсетейін ба? Не көрсетесің? Қадасай. Бергел, Нұрислам, кетші бар, Бергелсе қорықпасай. Кетші бар, Нұрислам, Нұрислам, қойшы. Болды, Микки, болды, теспеймін, болды. Кетші бар, Нұрислам, дос болмай қоям сен ашы. Болды, Микки, болды, теспеймін, болды. Қорқам деп мойындайсың, Микки, теспеймін сосын болды ғой. Детский ат екен, бірақ кім Микки әлде де ойлан негізі. Бүтсең болады, негізі міне. Ой, кетші бар, мен мазақтап
әйтеуір мен мазақтағанға мәссің сен де дос дейді ау. Жүрші бол мектепке кешігеміз қазір. Давай кеттік. Не болды Микки, соған бола ренжіп қалдың ба? Ой, кетші бадым, мен сен кеше Веномнан құтқарсам, осы маған жасаған жақсылығың. Ой, Микки бір әшейін ойнап отырдық қой, дос болғаннан кейін сөйтіп әзілдесіп ойнаймыз да я. Ой, кетші бады, дос болмаймын сен вообще, досым деп айтпашы маған вообще. Айтпақшы алдын 30-қа беттік қой. Сол кезде менен кешірім сұрамаған едің ғой, сен әлі білесің ба? Соған әлі ренжіп жүрсің ба не сен? Ой, бопты кешірдім оны. Тоқташы Нұрислам, чоташы мен басым айналып жатқан сияқты. Қалай сонда басың айналып жатыр? Сен басың айналып жатқан жоқ, қорқып жатсың по идее. Микки бағана мен атпен не қылдым ғой, қорқыттым ғой, сен қорқып жатсың сен. Ой, жоқ ей, басым айналып жатқан сияқты чота Нұрислам, чота шын мен өзім жаман сезініп тұрмын мен ше. Басым ауырып жатыр, не істейсің? Ей! Мынау талып қалды. Ей, көмектесін деді. Кім бар мына жақта көмектесетін? Ё-май, не істеймін енді? Ей, мына жақта Микки талып қалды, көмектесін деді. Не істеймін енді, Микки? Ей, мынау қайттан халыққа айналып кеткен ғой? Ей, Микки. Ей, жатсың ба өзі? Микки. Оу, мынауың тентек болып қалған ба? Ей, Микки. Ей, Нұрислам, что-то өзім қайттан мықты сезініп кеттім бар ғой ше. Мықты сезініп кеткенде Микки, сен қайттан халыққа айналып кеттің ғой? Қой ей, бәсе өзімді бәсе мықты сезініп тұрмын өзімді. Микки тоқташы. Микки тоқта. Микки, мен түсіндім. Сен қалай халыққа айналу керек екенін түсіндім мен. Сен бар ғой халыққа айналу үшін по идее қорқу керексің ғой, қатты қорқу керексің, или шошып уайымдау керексің ғой бәлені. Сол кезде сен халыққа айналып кетесің. Нақтури ма? Я, бірақ мен бар ғой сен құтқаруға келген кезде де сөйтіп қорыққан кезде сөйтіп халыққа айналып кеттім ғой. Бәсе. Не ғой енді мен мынандай түрімен мектепке кірмейтін шығармын, мен халық екенімді бәрі біліп қоятын болса ертең артымнан қалмай жүреді ғой. Нақтури бірақ шынымен. Или бүгін сабаққа бармай қоямыз ба? Апайға бір бәле деп айта саламыз, ауырып қалдық деп па? Сөйтеміз ба онда? Давай сөйтейік онда, кеттік үйге бара салайық. Сен анау күшіңнің бәрін зерттейік та, біз не істеуге болады, сенің күшіңмен қаншалықты мықтысың, соның бәрін эксперимент жасайық үйге барып. Жарайды онда. Не айтпақшы мен саған қалай халыққа айналып кеткенімді айтпадым айтпақшы. Айтпақшы, соны айтпадың ғой, соны айтып берсең одан да. Жарайды онда, әңгіме болсын айтып берейін. Короче, бар ғой, мен сені іздеуге келдім да үйіңе. Сөйтіп, үйіңде жоқ екенсің, сөйтіп үйіңнен шықсам бір профессор шығады ғой. Сол профессорге, мен көмектесем де, в общем.